Ассалаумағалейкум, қадірлі де құрметті қазақ елі. Мынау Бәйдібек елді мекені. Орловка бұрынғы есімі. Қазіргі есімі Алмалы. Аты екен мына ауылдың аты. Мына қараңыздар шында табиғатта. Баяғы Байжансай шахтасы. Байжансай шахтасы. Мына табиғатқа қараңыздар шында шөптерге. Қазақтың жері, қазақтың даласы. Мына құрметті достар, мынау Бәйдібек елді мекеніне келдік. Шұқыршақ ауылы екен мынау. Қанша биіктіктен түстік қазір, төмен қарай. 4 километр var, 4-5 километр. Биіктен төмен түссең 4 километр ма? 4 километр. Осы жерде қазір ауылды көрсетемін сіздерге. Мына жол өте тамаша істетілген. Теп-тегіс бір жерінде бір шұқанағы жоқ. Ауылда керемет екен. 3-4 жігіт болып, Боралдайдан өтіп, Жарықбас ауылына келдік. Мына қараңыздар табиғатына қандай керемет. Жақындатып көрсетейін сіздерге. Мына қараңыздар мына ауылға. Осындай елді мекенде, осындай жерде өмір сүріп жатырмыз. Бұны сіздерге көрсетейін, таң қалатыным. Осы айналдырған бір 2-3 метр жердің өзінде бұдан шама гүл жатыр ғой. Бұна қандай гүл? Бұна сары гүл. Ассалаумағалейкум достар, ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау бұл жерді шыңықпен деп атайды. Бір-ақ метрді алайыншы. Бұл жердегі шөпті жалпы қуырдақ деп атады. Қуырдақ шөп деп атайды. Дәл осы жердің өзінде он шақты түр тұр. Мұны мысалы мынау дермене деп аталады. Дермене. Мына қырық деп аталады. Одан кейін мыналарымыз кейготы дейді. Кәдімгі ұстайды. Сондықтан жалпы бұны анау ар жағына бір түсіріп сасыр деп аталады. Тұнып тұрған табиғатты қараңыздар. Шаян елді мекеніне Боралтай өңіріне келдік. Мына қараңыздар, осыншалықты сұлу бола ма? Мынау Алатау. Аппақ көрініп тұрған Алатау. Ал мынау тұрған Қаратау. Созақ өңіріне өтіп кетеді осы Қаратау. Мына қараңыздар. Енді мына жердегі мен гүлді көрсетейін бе? Осы айналамдағы осы гүлдің бәрі өсіп тұрған. Неше түрлі мына қараңыздар. Кейготы дейсіз бе? Мына қараңыздар. Міне осындай жерде өмір сүріп жатырмыз. Тек қана осыны бағалайық. Қадірлейік. Осындай Аллаға мыңда бір шүкір дейік осындай жерде өмір сүріп жатқанымызға. Қандай ауыл дейсің? Шұқыршақ ауылы. Мына қараңыздар. Бұл енді мынау Шаян жақта Боралтайдан өттік. Бәйдібек би ауылы екен, Шұқыршақ елді мекен екен мынау. Бананы жалғасы болмыз? Мына қараңыздар. Мына төменнен өзен ағып жатыр. Мына шөптің биіктігіне қараңыздар. Адам белінен келеді.
бойымен бірдей келеді. Сізден келеді. Мынау біздер жаңағы Бәйдібек елді мекеніне келіп, содан Оралтай ауылына келдік. Оралтайда осы Жарықбас ауылына келген жерде осындай жоғарыға шыққанда мынандайды көріп отырмыз, шөптерді. Бұрын көрмеген екенбіз. Әлеке таныстырып өтіңізші. Таныстырайын, мына қазір сендер көріп тұрғандарың, мына жабайы жоңышқа дейді. Жабайы жоңышқа дейді, жаңағы малды бордақылауға арналған. Енді мына қараңдар, бұның арасында да сағат осы кәдімгі натуральный жаңағы ем шөп. Бірақ негізінде осының бәрі дәрі шөптер. Мына не дейді? Сасыр, міне сасыр. Сасыр дейді. Оны жаңағы жылқы бордақылағанда оны көктемде ұрып алып буып қояды. Сасыр, Тепкен кезде қолмен білсеңіз кәдімгі жем болып кетеді. Мына гүл не? Мына гүл? Оны біз балтагүл деуші едік. Балтагүл. Балтагүл кішкентай кезде шыққан кезде балтақ ұсып шығады да. Етік гүл. Балтада Осы сол жаңағы сасырдың ұрығы. Киік оты да бар. Осы айналдырған бір 5-6 метрдің ішінде осынша түрлі шөптер бар ғой, бәрі емдік қасиеті бар. Міне киік оты. Міне киік оты, иә. Бұның иісі деген керемет болады ғой. Міне достар, міне қазақтың байлығы. Тек осының қадіріне жетсек, осыны пайдалансақ, Ағарып тұрған бозай дейді. Мына бозай дейді екен, мына ағарып тұрған шөптерді бозай. Осы жерде көп нәрсе. Иә. Дәрі шөбі. Бүйрекке дейді, бауырға дейді, алып жатады. Бүйрекке, бауырға ем екен мынау сары гүл. Мына қазақтың жері қандай бай. Құдай бізге бере салған ғой, осынша байлықты аямай берген ғой. Мына қараңыздар шыны табиғатқа.